Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы болашақтағы компьютерлер. Бүгінгі үйренетініміз болашақтағы компьютердің дамуы және мобильді технологиялардың дамуы. Балалар, біз компьютерді пайдаландық, программалардың көмегімен түрлі ақпараттармен алмастық. Құжаттар мен видео, аудио файлдар және ойын программаларымен, робот жобаларымен танысқан болатынбыз. Өздеріңізге белгілі, күн өткен сайын компьютерлер мен программалар, мобильдік технологиялар қарқынды даму үстінде. Қалай ойлайсыңдар? Бұрын компьютер болмаған кезде біз мәтінді қалай жаздық? Мәтін жазу үшін жазу машинесі қолданылған. Кейін ғылыми техникалық құралдар дамып, заманауи компьютерлер, құрылғылар шығарыла бастады. Қазір біз мобильді технологияларды өзімізде қолданып жүрміз. Бұл технологиялар өмірімізге қажетті ең негізгі құралдарға айналып бара жатыр. Себебі түрлі мобильді қосымшалар кеңінен таралып, қолданысқа енгізілді. Атап айтатын болсақ, жол карталары, коммуналдық қызметті төлеу, білім саласындағы түрлі қосымшалар, интерактивті байланыстар, тағы басқа ұялы телефондар арқылы жүргізіледі. Қазіргі кезде автоматтандырылған, адам қажетіне еңбек етуге бағытталған күрделі құрылғылар, роботтармен сендер де таныстыңдар. Тұрмыстағы көптеген қызметтерді атқаратын, қадағалайтын, адамдарға көмекші, сәбилердің көңілін аулайтын тағы басқа роботтар жасалды. Сұранысқа ие интеллектуалдық роботтар да пайда бола бастады. Ғылыми техникалық жетістіктердің нәтижесінде компьютерлік және мобильді технологиялар үнемі жаңарып отырады. Осылайша ғалымдар заманауи құрылғылардың күнбе-күн дамуына үлестерін қосуда. Қазіргі компьютерлер ақпараттарды дыбыс арқылы танып білу, дыбыстарды өңдеу қабілетіне ие болады. Көбінесе сенсорлық экран мен панельдермен жабдықталады. Компьютерлер ғалымдардың айтуы бойынша бірнеше бағытта дамып жатыр. Атап айтсақ, молекулалық компьютерлер, биокомпьютерлер, оптикалық және кванттық компьютерлер. Қазіргі жаһандану дәуірінде Жапония халқы роботты технология жөнінде әлемді көш бастап тұр. Тіпті Жапонияның кез келген компаниясында кемінде 4-5 роботтан болады екен. Осыдан 10 шақты жыл бұрын роботтар тек белгілі бір қызметтерін атқарса, қазіргі күндегі робот сабақ оқытады, ас даярлайды және әртүрлі музыкалық аспаптарда ойнай алады. Болашақтың роботтары үй шаруаларына көмектесіп, адамдарға кез келген мәселе бойынша кеңестер беретін болады. Балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, мына сұрақтарға жауап береміз. Компьютерлерді қайда қолданамыз? Ұялы телефондағы қандай қосымшаларды пайдалы деп санайсың? Не себепті технологиялар дамып жатыр? Неліктен адам роботтарды пайдаланады? Келесі талдап салыстырайық. Мына суреттегі көрсетілген құрылғыларды салыстырып, қызметтерін айтыңдар. Келесі балалар, ой бөлісейік. Суретте көрсетілген құрылғылар бойынша қанша компьютер жиынтығын жинауға болады? Олар жүйелік блок, монитор, пернетақта, тінтуір. Балалар, енді мына тапсырманы үйде орындаймыз. Суретке қарап әңгіме құрастырып, оны мәтіндік редакторда теріп жаз. Жас ғарышкер ғарышқа қандай құрылғылармен барды деп ойлайсың? Болашақта ғарышқа скафандр кимей-ақ кәдімгі жай киіммен жүру мүмкін бе?